Сәлем құрметті көрермендер, сіздермен бірге әдеттегідей жастар бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі мен Османқұл Пакизат. Бүгін бізде қонақта болашақ актер, есімі кім? Молдабеков Бақтығали. Бақтығали, жасың нешеде, қай жақтан келдің? Менің жасым 10-да, осы Шымкент қаласынан келдім. Гүлсезім. Жасың қаншада? 8-де. Көңіл күй қалай? Жақсы. Санжар. Санжар, жасың нешеде? 7. Әділ, Бердебек. Тұрсынова Аю, Жанел. Жанел, жасың нешеде, бізге қай жақтан келдің? Жасым 13-те, Шымкент қаласында тұрамын, Абай ауданынан келдім. Аяна. Нұрислам. Аяна, Нұрислам, иә? Жастарың нешеде, бізге қай жақтан келдіңдер? Менің жасым 10-да. Мен осы Шымкент қаласынан келдім. Менің жасым 8-де, де осы Шымкенттен келдім. Менің арманым актер болу. Мен актриса болғым келеді, кино түсіргім келеді, яғни жұлдыз болғым келеді. Тамаша. Ал актриса болудағы мақсат не? Не үшін актриса болғың келеді? Өйткені мен елге танымал болғым келеді. Бәрі мен көргенін қалаймын. Актер болу. Актер болу, иә? Ал неліктен актер болғың келеді? Қызығам. Менің арманым, өзіме аудитория жана және рэпер болу, өзінің социалдық неме, әлеуметтік желіме подписчиктерді және просмотрларды көбейту. Актриса модель. Болашақта актриса әнші болғым келеді. Ал неліктен актриса әнші? Актриса әнші болу маған бала кезімнен арманым. Осыны болашақта мақсат ретінде алмақ қойғанмын. Демек, жетуге тырысамын. Актриса болғым келеді. Мен Мейрам киностудиясына қатысқым келеді. Маған актриса маманы ұнайды. Қандай кинолар болса? Киноның аты Альба дейтін. Альба деген киноны, иә? Иә. Ал актерің немесе актрисаң бар ма? Өзіңе ұнайтын, сүйікті? Жоқ, маған бала береді ғой. Саған бәрі бола береді екен, иә? Ал кинода қандай кейіпкерді сомдағың келеді? Кім болып ойнағың келеді? Маған жақсы кейіпкер болған ұнайды. Андай Мейрам киноларын көрем. Сондай. Мейрам киноларын көресің, иә? Жарайды. Басқа да кинолар көресің ба? Ондай басқа кинолар білмеймін. Мейрам киноларының ішіндегі ең үздік болған фильм бар ма саған? Иә. Қайсысы? Өгей ана деген бір. Не себепті? Өйткені ол кезде мен қатты жылағым келіп кетеді. Өзіме ұнайды сол кино. Сүйікті актер, актрисаларың бар ма? Бар. Кім? Мен бір Күлпаш деген сериал көрем. Сода не басты рөлде ойнайтын сол Берік Тұрсынбеков. Сол ұнай ма? Не үшін? Өйткені ол күлкілі нелер түсіреді, не сериалдар, кинолар, сол жағынан қатты ұнайды. Тамаша. Болашақта өзің киноға түссең, қандай образда ойнап көргің келеді? Әзілқой. Телеповоктың кинолары, Мейрам студияның әртүрлер. Мейрам студиясының қай киноларын көресің? Агент Джонни мен Доннисын тақ көбілерін көргем. Ал актерің немесе актрисаң бар ма өзіңе бір ұнайтын, сүйікті актер? Донни мен Джонни агенттегі. Саған болашақта киноға түсуге ұсыныс берілсе, кинода кім болып ойнағың келеді? Мен агент болып ойнағым. Агент болып ойнағың келеді ме? Ұнай ма саған? Комедия. Комедия жанрынан, ал өзіңе ұнайтын сүйікті киноң бар ма? Біріншілер мен түскен еді ғой. Жаңа мектеп сериал ма? Көбіне классикалық жанрда көбіне ұнайды, солай көремін. Музыка болса ішінде мен қатты жақсы көремін. Ал актер немесе әнші, актриса бар ма өзіңе ұнайтын? Актер, әншілер бар, иә. Негізі көбіне мен кей-поп жанрын тыңдаймын, бірақ кей-поптан емес. Бибігүл Төлегенова мен Димаш Құдайберген өте қатты ұнайды. Ал актрисаларда немесе актерларда? Актрисалардан маған осы Мейрам киностудиясының актриса актерлары қатты ұнайды және қатты жақсы көретін Анжелика Джоли актриса. Ал Мейрам киностудиясының қай киноларын көргенсің? Былай айтсам, көбіне барлығын көргенмін. Тамашалап отырамын. Ішіне өзіңе ең бір қатты ұнағаны? Ішінде өзіме қатты бір ұнағаны есімде жоқ, бірақ барлығы ұнайды. Жақсы. Ал Жанел, болашақта саған киноға түсуге ұсыныс берілді. Өзіңді қандай жанрда және қандай образда көргің келеді кинода? Өзімді негізі армандайтынмын басты рөлде ойнасам деп. Басты рөлде батыл қыздың рөлінде ойнағым келеді. Ал өздеріңе бір ұнайтын актер немесе актрисаларың бар ма? Сүйікті.
бұрынғы кейбір киноларда түскен, Заңғар деген, Зомби кентте де түскен, сол бала ұнайды. Өте андай әзіл қой болып ойнайды. Әзілге жақын, Иә. Маған соң қасындағы Ая деген қыз ұнайды. Ая деген қыз ұнайды, оларға сәлем қойшы. Ал жақсы. Қыздар, жігіттер, сендерге бір киноға түсуге ұсыныс берілді. Сол кинода қандай жанрда және қандай образда өздеріңді көргілерің келеді? Яғни кинода кім болып ойнаған? Біресе айтауыш, кинода сен кім болып ойнаған? Недегі зомби кеттегі Арлан деп қойған ат, сол болып ойнаған. Қандай рөл болса да бәрібір. Қазір Бақтығали бізде екеуміз ойын ойнаймыз. Мен саған бірнеше суреттерді көрсетемін, яғни эмоциялар. Ал сен сол эмоцияларды бізге есеп беруің керек? Есеп беруің. Көрсетіп, иә. Қайталап беруің керек, иә? Олай болса, бірінші эмоция. Не істеп тұр? Бұл демалып, Не істеп тұр? қорқып тұр. Келесі. Мұңайып тұр. Таң алып тұр. Таң алып тұр. Ақылы тұр. Қуанып тұр. Жынданып. Бұл қандай эмоция? Ашуланып тұрған. Көрсетеміз, тура фотодағыдай. Экранға. Келесі. Қуанып тұрған. Тамаша. Келесі. Тағы ашуланып тұрған сияқты. Тура фотодағыдай. Қас қабақтары қалай болып тұр, тамаша. Не істеп тұр? Таң қалып тұр. Тамаша. Бұл не істеп тұр? Біреуге ренжіп тұр. Бұл суретті Не істеп тұр? бір нәрсеге таң қалып тұрған сияқты. Не істеп тұр бұл? Жынданып, Келесі. Бұл не істеп тұр? демал. Қорқып тұр, жылап тұр. Таң қалып тұр. Айқайлап тұр. Қуанып тұр. Бұл қандай эмоция сонымен? Таң қалу. Ашуланып. Ал бұл сабыр сақтау. Шок болып қорқып тұр, иә? Ұстап тұр, эмоцияны ашуланып ұстап тұр. Ұстап тұр тағы. Жеткілікті. Келесі эмоция бізде бақытты болып қуанып тұр, иә? Кеттік осы эмоция. Жақсы. Келесі эмоциямыз. Иә, как барынша. Дұрыс, ренжу эмоциясы. Кеттік ренжейміз. Таң қалып тұр. Мен саған Айғайлап. деп қуанып тұр. Рахмет. Ұқсатуға тырысамыз. Барынша. Жақсы. Келесі эмоция. Бұл жынданып. Бұл ренжіп. Ренжіп, мұңайып тұр, иә? Иә. Көрсетеміз. Жақсы. Ал бұл таң қалып тұрған эмоция. Иә, таң қалып тұр. Көрсетеміз. Көзді кішкене ашамыз. Осылай. Келесі эмоция. Жынданып, айқайлап тұрған адам. Иә. Кәм, көрсетеміз. Дауыс шығарады беруге болады. Деп. Ал келесі эмоция. Қуанып тұрған эмоция. Бір
бір өзенің бір сүйікті бір заттарымды алып келіп берді, иә? Иә. Сол кезде қуанасыңдар, иә? Иә. Көрсетейікші. Жынданып тұрған. Бұл енді қатты ашылып тұр, иә? Иә. Бақтығали, бізге келген қонақтар өз өнерлерін дайындап келеді, яғни ән, тақпақ, қойылым. Ал сен бізге не айтып бересің? Қоманды батыр тұр. Қоманды батыр. Кешегі өткен заманда дін мұсылман аманда, қара қыпшақ қобланды, атасы мұның Тоқтарбай. Халықтан асқан болды бай, байлығында есеп жоқ, айдалап бағып жайылды, 4 түрлік малдың бәрін сай. Жас жайлауын көзді күлді жайлаған. Мәнерлеп оқу. Мәнерлеп оқу. Мұқағали Мақатаевтың Паризаға деген өлең бір кішкене шумағын жаттап сіздерге арнап келдім. Бәрекелді, онда оқып бересің бе? Ал, кеттік. Фариза, Фаризажан, Фариза қыз, өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Шыдай ақыры жалығармыз, бірімізден біріміз арылармыз. Біздерді де жоқтайтын жан болса гер, шан басқан архивтерден табылармыз. Фариза, сен мені білесің бе? Жаралмаған жан екен күресуге. Жылап жүріп өтірік күлесінде, жүресінде қоясын жүресінде. Бірі итеріп кеудемнен, бірі шалып, тастағысы келеді күресінге. Фаризажан, сен соны білесің бе? Аю отырып партада 2 қол қалды. Апай сабақтырса ұйықтық масқара. Мен ләйлем ұлы займ, байындайым ал көзімді, жаққи әлек көпсізім, тіктей веден игіме кейтім ұрғыл. Жанар дуалайтын жыландай, тыйым болса болды тек, тірлемесін маңдай, санындай мамандай, бірақ затты пайымдай, түсініп отыр жай-жай, ережесіз ақында, керек емес төріші, арып бер жүрістермен ашық келіп көбесік, жинап қайрат нұр тастайын мәніңе, ер бар айдар бізді басқаның әнімен, өтірік ақылмен жемен ей, өміркіліге 20-20 түбегейле түсіндіріліме дейін, бейім қыдыр бәрі болмадық, шоу бестің тар. Хан Абылай атанды. Жақсы айтамын. Алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың. Жетім менен жесірген ешбір жаман қылмадың. Әділдікпен жүрдіңіз, әдепті іске кірдіңіз. Өңкей батыр жиылдып, хан Абылай шақырды. Бір төбеге жиылды, құм төбеде үйілді. Басыңа біткен күніңіз, құтты болсын ұлыңыз. Хан Абылай атандың, арманың бар ма хан ием? Не жауап тұр? Қоюланып қара бұлт, төкті көктем жаңбыры, шыға алмай далаға, отыр елдің барлығы. Нан жауып тұр, нан жауып, деді көкем көңілді, өзі соған қуанып, отырғандай көрінді. Сүт жауып тұр, сүт жауып, деді апам қуанып, тегін аққа жұрт қарық, болатындай бір ауық. Нұр жауып тұр, нұр жауып, деді әпкем жымиып, қолдар шығы зыр қағып, отырған жіп иеріп. Біздің келесі тапсырмамыз ол ситуация. Қазір мен саған бірінші ситуацияларды айтам. Сен соны сезініп, шынайы етіп бізге ойнап беруің керек. Дайынсың ба? Иә. Бақтығали сені өмірде ит тістеп көрген бе? Жоқ. Көрмеген бе? Қазір көреміз ғой онда. Ит тістеп алса аяғында. Сол сәтті көрсетіп берші бізге. Қандай күйде боласың? Не істейсің? Аяғым. Қатты тістеп алды. Қатты ауырып жатыр. Аяғым. Айдалада, суықта, үстінде жұқа киім кәдімгі адасып қалдым. Өте енді жағдайың қиын болып тұр. Не машина жүрмейді, не автобус жүрмейді, жолды да білмейсің. Өте қиын болып тұрсың. Соны көрсетіп берші. Қатты суық.
Елестет, аяғыңа шеге кіріп кетті. Ай, алып қалды. Шеге кіріп кетті аяғыма. Елестет, күн суық жаурап атсын. Күн суық жаурап атсын. Ойбай, ойбай, суығым-ай. Ойбай, егерім. Бірақ қолында ыстық кофем бар екен. Ыстық кофем бар екен. Ішейін деп атсын. Жайнап ішейін деп атқан ең, таңдайым күйіп қалды. Ойбай, ойбай. Ойбай, таңдайым. Үстіңе де қиылып кетті ғой ыстық су. Ойбай, үстің бәрі кір болды ғой. Жарайды, тамаша. Елестетші, мен мына звукты естіген кезде қазір бетіңнен шапалақпен ұрды деп ойла. Қаршы? 1, 2, 3. Ай, бетім қатты ауырып кетті ғой. Ауырып жатыр қатты. Көрсетеміз. Ауырып жатыр ма? Ал суықта қалып кеттің, жалғыз өзің адасып қалғансың. Жолды да білмейсің, былайша айтқанда жағдайың өте қиын болып тұр. Сол кезде не істейсің? Жағдайымыз? Чайырмай. Жермен ұршып келіп жатсың ба? Кетіңдер. Так, қара құм шашам. Көзің ашып жатқан жоқ па? Тоғып қалды. Мүмкіндігінше басы жоғары көтеріп жатырсың. Көзім реально ашып отыр негізі. Шынымен ашып жатыр ма? Жақсы. Мұзы сүбіні шын алайын, ей. Мұна осы кетпей ойламайын алайын, ай, қайсы. Бар ма? Менің ойымша, егер қайнаған қатты ыстық суды бірден ішсең, дұрыс сөйлей алмай қалатын сияқтысың. Өйткені тілің киді ғой сен. Қайнап тұрған суды байқамай салқын су екен деп көп кішкене ішіп қойдың. Тілің киді. Ол жағдайда сөйлеу қиындау болады. Қалай ойлайсың, иә? Түсіндің ғой? Мүмкін. Осы нәрсе керек маған. Түсіндің ғой? Кел, бірінші су іш. Елестет, мен саған ыстық су шашам, үсті басын күйіп жатқан адамды сезініп ойнатасың. Дайынсың ба? 1, 2, 3. Сезін. Жақсы, иә, солай. Сезін, үсті басың бәрі күйіп отыр. Сезін. Жаман емес. Келесі, екінші тапсырма. Елестет, қолында ине бар. Осы инені қолыңа батырам. Не істейді, ауыра ма? Көрейік. Дұрыс, сезін тағы бір рет. Жақсы. Елестет, кинодағыдай бетіңе шапалақпен бір ұрам. Тимейді, бірақ сен шынайы тиген сияқты сезінуің керек. Және камераға таяқ жеген адамның эмоциясы. Камераға эмоция. Жарайсың, жақсы. Үйде отырсын, асханада бір қияр турап жатсын. Елестетеміз және бастаймыз турауды. Турап жатсын. Қолымды кесіп алдым. Сол сәтті көрсетіп тұршы. Птичка Хатикина. Жақсы. Ал күтпеген жерден біреу, бейтаныс біреу келіп, отырған жерден біреу ыстық бір шелек мұздай суды, ыстық суды шашып жүрсе, қандай боласың? Тоқта бірінші шашып көрейік, иә? 1, 2, 3. Ай! Не істеп жатсың? Дене бары ашып баратыр. Көмектесіңіздер. Неге кірді? Ай, бой. Алло, анасы мен аяғыма шеге кіріп кетті. Жарайды. Мен қазір
Мен қазір орманда қалып кеттім. Иә. Ал ендеше келесі ситуация, үстеріңе біреу бір шелек мұздай суды шашып жіберсе, қандай күйде боласыңдар? Жоғарайсыңдар ме, кәдімгі күтпеген жерден шашып жібереді еще. 1, 2, 3. Қияр тұрып жатсыңдар? Тура емес. Қолдарыңды кесіп алыңдар. Ақтығали жаңылтпаш білесің ба? Иә. Тұз мұздай, мұз тұздай. Тұз мұздай, тұз тұздай. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ шар бар, көк шар бар, көп шар бар. Ақ шар бар, көк шар бар, көп шар бар. Шашы сары, жасанында жасы 8-де, шашы жирен, жасы 8-де. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, шатасып, Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпаққа ақ қақпақ. Доп-деп, дөп-деп. Доп-деп, дөп-деп. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хатасып отыр, хатасып шатасып отыр. Сырынген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпақ. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық. Балшық, шалшық, балшықтан алшық. Ақ шар бар, көк шар бар, көп шар бар. Ақ шар бар, көк шар бар, көп шар бар. Тұз мұздай, мұз тұздай. Тұз мұздай, мұз тұздай. Доп теп, дөп теп. Доп теп, дөп теп. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Қайылмыш? Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Кеттік соңғысы. Сұр інген, сүрінген бе? Сүрінген, сұр інген бе? Сұр інген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Тұз мұздай, мұз тұздай. Тұз мұздай, мұз тұздай. Келесі. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Жаман емес. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Шашы сары, Сашаның жасы 8-де. Жасы 8-де Сашаның шашы сары ма? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Соңғы жаңылтпаш болсын. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Хаташып шатасып отыр. Енді тез айтамыз. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Аяна, сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Сұр інген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық. Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де.
Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де. Шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Қазір сенде үлкен мүмкіндік туып тұр, осы біздің бағдарламаны пайдалана отырып, ата-анаңа сәлем жолдасаң болады, және оларға өз алғысыңды, оларға да қаншалықты жақсы көретініңді айтсаң болады. Кейін бұл бағдарлама шыққан кезде қуанып қалатындай, иә? Мамам мен папама үлкен рахмет. Осы кино студиясына әкелгенімізге сіздерге үлкен алғыс айтам. Отбасым аман болсын. Анашым, сізге өте көп рахмет. Мен осындай жұлдыздардың, яғни мен осы барлық әлемге танымал ететініңізге өте рахмет. Мен сізді жақсы көремін. Мен мектептен келген соң ата-анам тамақтар пісіріп дайындап қояды. И ата-анам күніге ұрыспай, тыныш болып жүреміз бәріміз. И ата-анамның айтқанын тыңдап жүремін. Мен оларды қатты жақсы көремін. Құрметті мама, құрметті ата-аналарым, сіздерге үлкен алғыс айтамын. Неге дейсіздер ме? Себебі сіздер мына Мейрам киностудиясына алып келгендеріңізге, себебі бұл Мейрам киностудиясында аудитория көбірек, және де мен өзімді танымал адам сияқты сезіне аламын. Анашым, сізге көп рахмет. Мен осы киностудияға келгеніңіз үшін мың алғыс айтамын. Және үйдегі отбасыларыма мені қолдаған үшін, маған сәттілік жолдаған үшін көп рахмет айтамын. Мама, папа, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Осы дүниеге әкелгендеріңізге, осындай жетістіктерге жетуге қол ұшын беріп, маған көмектесіп, осындай мүмкіндікті беріп жатқандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Мен үшін осы сіздермен өтіп жатқан уақыттың барлығы өте бағалы. Сіздерді қатты жақсы көремін. Сәлем, мам, пап, рахмет сіздер бізді киноға қатыстырғаныңыздарға. Мен сіздерді жақсы көремін. Сәлем, анашым, әкешім, бізді киноға қатыстырып атқандарыңызға сіздерге алғысым шексіз. Біз сіздерді жақсы көреміз. Тамаша, бізде жастар бағдарламасының атынан сендерге үлкен рахмет айтамыз. Осындай алтын уақыттарыңды бөліп, біздің бағдарламаға келгендерің үшін болашақта үлкен актер, актриса шығады деген ойдамыз. Әзірге қоштасамыз. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.